Сәлем достар, сіздермен бірге Зенадейл, және бүгінгі видеомызда қалай 1 минуттың ішінде жастық проектісін жасау және оның ішінде физикалық қимылдар кіргізетін боламыз. Ең алдымен бізге Shift A батырмасын басып, Plane объектісін аламыз. Plane объектісін алғаннан кейін біз Tab батырмасын басамыз және біз мұндағы Plane объектісін сегменттерге бөлетін боламыз. Мен мишканың оң жағын басамын және бізде Subdivide деп бірінші орында тұрады. Сол Subdivide батырмасын басамыз. Астына қарайтын болсақ, бізде Subdivide деп тұрады. Subdivide бетіне өтеміз. Сонда мұнда қарайтын болсақ, number of cuts деп тұрады. 1 дегеннің орнына біз 20 санын жазамыз. Сонда бізде мұндағы plane бетін 20 сегментке бөліп тастайтын болады. Мен E батырмасын басамын және G, Z батырмасын бассам, бізде дәл осылай үлкейеді. Мұнда қарайтын болсақ, ортасына бөлетін боламын. Ортасына біз қалай бөлеміз? Ctrl-R батырмасын басу арқылы бөлетін боламыз. S батырмасын басамын, жай ғана мишканы жылжытсам, дәл осылай жан-жаққа созылады. Жастықтың пішініне келтіріп алдым. Енді мен Tab батырмасын қайтадан бассам, оң жаққа қарайтын болсақ, мұндағы тарт жіберсек, бізде Physics бөліміне қаратсақ, бізде 3-ші тұрады. Close деп, осы close батырмасын басамыз және астына қарайтын болсақ, бізде Pressure деп тұрады. Дәл осы Pressureге біз галочка береміз. Біріншіде Pressureге біз 3 санын жазамыз. Ең астына қарайтын болсақ, File Switch деп тұрады. Дәл жерде Gravitate дегенге біз 0 деп жазамыз. Все, енді біз мұндағы тұрған бетті былай жылжытамыз. Енді біз мұндағы объектіге қарайтын болсақ, керемет, иә? Біздегі жастық объект мен оның анимациясы дайын. Видеоны лайк басып, арнаға жазылып кетейік достар. Сіздермен бірге Зенадейл.